Жылқышы қыздың кесі. Құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сәрікті жайлауын қыстап қалатын, 10 шақты отбасы жылқысын тебінге бірге жіберіп, әр үйден бір адам кезекпен бағатын. Үйір-үйір жылқы бір-біріне қосылмай, бір атырапта күпсе қарды теуіп, қашан қыс қыспаққа алғанға дейін далада жайылатын. Бір күні кезек Алтай ақсақалға келді. Түскі асын ішіп қайта барса, Сәменбектің қара айғырына бір қыз мініп жүр екен. Алғашқыда бұл кім болғаны, көршінің баласы шығар деген ой келеді. Артынан оның мұнда несі бар деген ойға тағы қалады. Не болса да қасына барып көрейін деп жотаны өрлеп шықса, жылқылар сайға қарай тебендеп түсіп кетіпті. Бағана ғана көрген қыз бала ізім қайым жоғалып, қара айғыр өзі ғана тұр. Ақ қарда адамның көзі бұлдырап, неше түрлі бейнелер көрінуі ғажап емес қой. Кейде топ-ши қасқыр сияқты боп көрініп, мылтық оқтағандар да болатын. Алтай ақсақал сондай жайдың біріне балайды да жылы жауып қоя салады. Ертесінде жылқы бағуға Сәлменбектің өзі шығады. Жылқыны ықтасынға қайырып тастап, қасқыр шегіне оранып, қарды нығыздап алып, атының шылбырын астына басып жата кетеді. Ақталаның төсін бұрқылдатып, тепкен тұяқтың дыбысы мен жылқылардың пысқырған дауысын естіп жатып, көз ілініп кетсе керек. Бие сауым уақыт жатқанын өзі де білмейді. Түс көреді. Түсінде жылқыға қасқыр тиіп жатыр екен. Дауыс салып айқайлайын десе, үн шығар емес. Мылтығын қолын алып, шүріппені басқанымен атылмайды. Көкжал семіз қара айғырдың тақыр шабынынан алмақ болып әрекет еткенімен, онысынан ештеңе шықпайды. Қара айғыр теуіп, тістеп, үйірге жолатпайды. Сөйтіп арпалысып жатқанда оянып кетеді. Басын жұлып алып, жылқы жаққа қараса, бағанағы қасқыр жегелі жатқан айғырдың үстінде біреу отырғандай болады. Өз көзіне өзі сенбей, жайлап орнынан тұрып, жылқыға жақындайды. Қанжығадағы мылтығын еппен алып, қайта қараса, әлгі көрінген сұлба жоқ. Қара айғыр өзі тұр. Кеште үйіне келгеннен кейін көрші қолаңды шақырып, бүгінгі көрген білгенін түгел баяндайды. Сөйтсе, мұндай жағдайды тек Сәлменбек пен Алтай ақсақал ғана емес, қалған жылқышылар да көргенін, алайда қорыққанға қос көрінеді дегендей, жұртқа естіртуге ұялып жүргендерін айтады. Біреуі жылқы иесі Қамбар-ата болуы мүмкін, дейді. Енді біреуі елсіз жерде жын-шайтан көшеді, солардың ойнап жүрген баласы да дейді, ойын күлкіге айналдырып. Бірақ Сәлменбектің келіншегінің ойы арада болатын. 2 жылдың алдында айдың күннің аманында жарық дүниемен қоштасқан бойжеткен қызының елесі деп ойлайды. Көршілер сол мезетте күлбаданы есіне алып, біраз үнсіздікке шомады. Бейбау кезінде құлын тартып тұрған талдырмаш нәзік қызды осы қара айғыр қос аяқпен теуіп жазым қылмап па еді? Дәрігер келгенше әлде қашан жүрегі тоқтап қалған қыздың қайғысы бұл отбасына ауыр тиіп еді. Малдан өш алудың орны нешік, дәм тұзы таусылып, жазмыш солай болған шығар деп тоқтау айтқан болатын жұрт. Көршілер жылқышы қызды бірден күлбаданның елесіне жориды.
Ертесі түсте барлығы жиналып, 12-де бір гүл ашылмай арманда кеткен қыздың басына барып құран бағыштап қайтады. Алайда елес қыз топ жылқыны айналсоқтап жүргенін қоймайды. Қар қалың жауып, кейін жылқылар қолға қарайды. Сәлменбек жазда қара айғырды саудагерлердің үлкен жүк көлігіне салып береді. Бір ғажабы, олар қозы көш жер жүрмей жатып машинасы бұзылып, айғырды алып кету қиынға соғады. Қалай амалдаса да бір жөнін келтіре алмайды. Қара айғырда бір тылсым күштің барын алыс жақындағы ел түгел құлақтанып, тіпті оны көру үшін келетіндер де болыпты. Сол жылы оны соғымға соямыз деп дайындалып жатқанда үйірді тастап кетіп қалыпты. Айналаны түгел тінтіп қарап, еш жерден таба алмайды. Алысқа ұзап кетуі тіпті мүмкін емес. Өлілер мекеніне құран оқуға барғандар боз тұманның арасында бір жылқының жүргенін байқапты. Әлгі жылқы өзіне жақындаған сайын алыстайтын көрінеді. Қара айғыр енді қыздың бетін айналсоқтап жүрген сияқты. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Алдын ала рахмет.